Бисмилля, ассаламу алейкум, армысыздар ағайын, алдарыңызда шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Алла тағала баршаңызға бүгінгі күннің берекетін берсін. Өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерінен дайындалған бір рецепт таныстырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдап жатқан, екінші курс ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Омыраудың қатерлісігінің басқа ағзаларға жөткелуі диагноз бойынша. Қазір науқас бір ай шөп дәрілерді қабылдап, жағдайы тұрақталып, жақсарып келе жатыр, Құдайға шүкір. Алла шипасын берсін дейміз, толық аурудың ізі қалмайтын толыққан шипасын берсін. Бұл рецепттің құрамында қамтылған таза табиғи шөп дәрілер: күнтуды, қарабас шөп, саралжын шұғынық шөбі, албұршақ, қойқозының шөбі, кукурома шөбі, оқты жебе шөбі, күмбез шөбі, мия шөбі, жаужұмы, пинелия, кел, тосап, апельсин қабығы сынды 15-ке жуық таза табиғи шөп дәрілері қамтылған. 15 түрлі. Бұл шөп дәрілердің қасиеті ыстықты айдау, уытты қайтару, ұйғанды тарату, қан айналымды күшейту, сол арқылы иммунитеттік жүйенің жұмысын дұрыстау арқылы денедегі адам ағзасындағы күнге теріскей энергиялардың тепе-теңдігін қалпына келтіру, зат алмасудың бір тұрақты деңгейін ұстап тұру арқылы денедегі жаңағы рак клеткаларын жұтатын жұтқыш клеткалардың жұмысын арттыру нәтижесінде рак клеткаларының өсуін тежеу арқылы, токсиндар тазарау арқылы, сол арқылы ауруды, жаңағы қатерлі ісіктің өсуін тежеп, сонымен қатар ыдырауын тездетіп, аурудың жақсы бағытқа қарай бет алуын тездетеді, Құдай қаласа. Ағайын, Алла тағала барша ем қабылдап жатқан науқастарымызға толық шипасын берсін, ауырмаңыз ағайын.